Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? 5-ші сынып оқушылары үшін керемет ашық сабақты көрсетіп келеді. Яғни ондық бөлшектерді салыстыру тақырыбына алдағы ашық сабақтың тақырыбы ондық бөлшектерді салыстыру, оқу мақсаты 5, 1, 2, 26 ондық бөлшектерді салыстыру. Яғни амандасамыз, жағымды атмосфералық ахуалды қалыптастыру үшін орталықта керемет қимылдарды қайталап оқушыларға көрсетеміз. Одан кейін әжеммен бірге әдісі немесе атаммен бірге әдісі деген бар. Бұл екі әдістің біреуімен топқа бөлінесіздер. Оқушы саны егер оқушы саны аз болса, атаммен бірге әдіс арқылы бөлінсеңіздер болады. Мына жерге аттарын қойып қойсаңыздар болады. Үй жұмысына 773 есепті береміз. Осы есепті балалар шығарып келу керек. Бұны принтер әдісі арқылы тексересіздер. Жиыға жатады принтер. Одан кейін миға шабу әдісі, бұл функционалдық сауаттылық. Суретте Камиланың осынша ақшасы бар, қайсы көйлекті алуға жетеді. Ондық бөлшекті салыстыру бойынша берілген есеп, яғни функционалдық сауаттылықта жатады. Топтық жұмысқа да мына мәтін есептер, бұларды функционалдық сауаттылық жақсылап оқысаңыздар. Цитрамон деген дәрінің құрамындағы белсенді заттар туралы айтылған бұл жерде. Қайсының несі аз, соны анықтау керек. Құрамында белсенді заттың мөлшері аз. Одан кейін сараланған есептер арқылы оқушыларға жұмыс бересіздер. Мына жұмыс парақтарын сақтаймын. Одан кейін ой додасы әдісі деп алдық, немесе бұл жерде ақыл шамы десе де болады. Осы әдісті интернет орындайды. Одан кейін Леоник әдісі арқылы бекітеді. Шам рефлексиясы бар. Бәрі жатады. Енді топқа бөлінуді көрсетейін сіздерге. Топқа бөліну асықтар әдісі арқылы. Яғни бұл жерде егер оқушыны аз болса, оқушы саны осы әдіспен бөлінсеңіз болады. Яғни 15-16 оқушы болса, осымен істесеңіз өте тиімді. Ал 20-дан көп болса, әжеммен бірге әдіс. Оқушылар қалаған асықты алады. Ұлттық құндылықтар, яғни асық ұлттық ойынға жатады бір жағынан. Асық ойнаған бала өте епті, икемді келеді деп жатамыз. Осылай топтарға бөлініп топтаса, сенсорный экран болса, осылай басса болады. Мысалы, проекторды мишкамен басасыздар. Осы әдіс өте тиімді. Одан кейін әжеммен деген бар, топқа бөлініп алдыңғы сабақтарда көрсеттім. Бұл жерде өшіріп тастауға болады. Мысалы, оқушыларыңыз көп болса, разрешить деген басасыздар да, мыналарды өшіріп тастауға болады. Мына бұл жерде де топқа бөлінсе болады. Оқушыларға өте қызық. Мына астын үстін басады, балалар топ бойынша жайғасады. Енді сіздерге көрсететінім оқушыны бағалау қалай жүзеге асады. Сіздерге ең тиімдісі негізі әр топқа бір-бір ноутбук беріп қойсаңыздар өте жақсы ғой. Бәрі кетсе бір 7-8 оқушы болар әр топта. Мына жерге әр топ өзінің аттарын жазады. Көп мүшелерін сосын міне аты жөнін жазады. Мына жерге мысалы мен жазайын. Арайлым деп жазайын. Кейін бәрінің аттарын жазып болғаннан кейін пока слайдқа қоясыздар. Оқушылармен жұмыс істеп үйретсеңіз бір-екі өте қиын емес. Міне Арайлым мысалы үй жұмысын орындаса, оған 2 балл қой деп айтасыздар. Топ басшы. Есеп шығарғанда жазған сұраққа жауап беріп осылай ең соңында бағалайсыз. Пока слайдтан шығып кетпеу керек. Бұл да жиыға жататын бағалау түрі. Одан кейін принтер әдісі өте тиімді. Бұл да жиыға 100% жатады әріптестері. Өйткені бұл сіздердің уақыттарыңызды үнемдейді. Былайша айтқанда балаларға былай тақтаны қосасыздар да, принт деген қызық үй жұмысын беріп жібересіздер. Есептер өздері басқа да сабақтарда қолдана бересіздер. Есікті басып шығып кетесіздер принтерден. Енді жаңа ақыл шамы деген әдісті көрсетейін. Бұл ой додасы деп келеді, ақыл шамы деп келеді. Енді бұл жерде разрешить редактирование дегенді басса, пока слайдты басасыздар, сын начала деген басасыз. Бұл жерде 6 есептерін әр топқа 2-2 сұрақтан көбейтіп алсаңыз болады. Дублировать слайд деген мына есеп беріліп, қайсысынан жазады, дұрыс жауап таңдайды, қайсысы дұрыс деп. Мына дұрыс болса, мына жасыл жанады. Енді келесі деп шығады, егер қате берілсе, қызыл жанады. Осылай оқушылар шығарып, топтан тақтаға шығарып дәлелдеп көрсетеді. Асықтырмаңыз, ешқандай жарыс емес. Әрқайсысына өзінің уақытын бересіз. Ал енді амандасып алайық дегенде жаңа басқа мен айтып қолданамыз. Сол кезде біз орта ойынын ойнаймыз. Яғни бұл жерде мына ящиктарды ашады, осылай құшақтасып амандасады. Бір-біріне деген мейірімділігі, бір-біріне деген құрметі оянады. Оқушылардың бауырмалдық қасиеттері өте жақсы деп ойлаймын.
одан кейін Learning Apps-та мына сілтемені бересіздер, еш нәрсе таппайды, прямо кіріп кетеді QR кодпен. Мынаны телефонмен былай неғылса біраз нелер шығады. Енді осы жер былай ашады да, оқушылар несімен жазу керек. Үстінен ашайын. Кему ретімен жазу керек қой мына жерде. Кему ретімен жазу керек. Бірінші біз қайсысын жазамыз, иә? Ондық бөлшектерді салыстыру бізде оқу мақсаты. Енді осы жерде оқушылар сілтемені ашқаннан кейін ондық бөлшектерді өсу ретімен жаздық. Яғни бірінші ең кішісін жазасыздар ғой. Сіздерде қайсысы ең кішісі? Былай не қылсаңыздар, мына жанға қарап жүреді. Ең кішісін таңдайсыздар да, соны төбеге қоясыздар. Көрсетейін, ең кішісі бізде 0,45. Бізде ең кішісі мынау екен, иә? Осын біз төбеге қоямыз. Одан кейінгісі мынау. Ада бізде 0 бүтіндер бар ма? 0 бүтін жоқ. Одан кейін 3 бүтін. Мынау болады, иә? Қателескен жоқпын, көріңіздер. Осылай балалар ойланып. Жоқ. Мынау неқа кетеді. Былай қарап кетеді. Одан кейін 8 бүтіндер қалды ма бізде енді? 8 бүтін жерде ең кішісі қайсы болсын анықтайсыз. Осы, одан кейін мына ондық бөлшектерді салыстыру ғой, былайша айтқанда сабақты бекітуге, иә? Одан кейін мынау, одан кейін мынау. Егер қате болса, қызыл жанады, енді көрейік тексере. Жарайсын, бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс болса, жасыл жанады. Енді рефлексияны көрсеттім, сол рефлексия бағалауды көрсеттім. Осы әдіс тәсілдер, яғни жұмыс парақтары да бар бұл жерде. Назарға тұтағандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар. WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Өте тиімді.